Assalamualaikum барлықтарыңызға. Қазақстан Республикасының төтенше жағдай енгізілуіне байланысты бүкіл қазақстандықтарға, яғни бүкіл Қазақстан абоненттеріне 300 минут басқа операторларға және внутри сети дейді, және 200 SMS тегін берілді. Одан бөлек Теле2 абоненттеріне төтенше жағдай енгізілуіне байланысты 5 гигабайт тегін мобильді интернет берілді. Соны алып үлгеріңіздер. Яғни бұл осы айдың 31-іне дейін жарайды. Яғни оған дейін үлгеріңіздер алып. Одан кейін ол жарамай қалады. Міне қазір соны қалай алу керек екенін көрсетемін. Менде қазірде тариф уақытта бітіп қалды. Соған байланысты, мысалы сіздерде бітіп қалса, осы 5 гигабайтты тегін алсаңыздар болады. Яғни тарифіңіз бітсе, осы 5 мегабайтты, 5 гигабайтты қолдануға болады. Менде шотыңызда ақша жоқ, яғни қазір мен тариф бітті. Соған байланысты мен енді қолданайын деп жатырмын жаңағы 5 гигабайтты. Яғни осы айдың 30-ына дейін алып үлгеру керек. Жаңа төтенше жағдайға байланысты 5 гигабайт интернет пакеті тегін, яғни 30 күнге ұсынамыз деп маған SMS келген еді. Оны алу үшін жұлдызша 198 решетканы теру керек болады. Қазір соны қалай алу керек, яғни бере ма бермей ма соны көрсететін боламыз. Менде қазір тариф бітіп қалған. Ешқандай мегабайт жоқ менде. Қазір соны тексеріп көреміз. Менде қазір мегабайт ол жерде 0 болып тұр. Яғни тек қана сол 300 минут уақытты, яғни 200 SMS-тің саны ғана көрініп тұрады, ал менде тариф болмағандықтан мегабайт жоқ қазірше. Қазір мен жібердік, қазір енді SMS келеді, соны көреміз. Қараңыздар, міне 300 мегабайт, 300 SMS минут тұр. 08-іне дейін февральдың. Міне 200 SMS сол күйінде тұр, қолданбадық, бірақ мегабайт жоқ менде қазір. Соны қазір 5 гигабайтты алып көреміз. Яғни бере ма бермей ма, соны тексеріп көреміз боламыз. Міне 5 гигабайтты алу үшін жұлдызша 198 решетка дегенді тереміз. Қараңыздар, жұлдызша 198 решетка. Яғни бұл Теле2 абоненттеріне ғана. Тегін 5 гигабайтты қосу растау үшін бірді жіберіңіз дейді. Бірді басып жібереміз. Отправить деп бастық. Енді тағы бірді басып растаймыз. Бонус берілді, данный оператор дейді. Бонус берілді деп келді. Енді қазір қайтадан тексеріп көреміз. Тексеру үшін жаңағы мегабайтты қалай тексереміз, сол пәрменді тереміз. Жұлдызша 123, жұлдызша 1, жұлдызша 3 решетканы басамыз. Теле2. Сіздің сұраныңыз қабылданды. Қазір тексеріп көреміз. Қанша гигабайт берді екен маған. Маған қазір SMS келді. SMS аспыр, көрдіңіздер. 300-200 SMS бәрі тұр. 5 гигабайт қосылды. 5 гигабайт 120 мегабайт февральдың 23-іне дейін берілді. Көрдіңіздер. Сіздерде егер тарифтеріңіз бітіп қалып мегабайт интернетке шағылмай жатқан болсаңыздар, осы пәрмендер осы айдың соңына дейін алып үлгерсеңіздер болады. Осы айдың 30-на дейін жарайды, яғни одан кейін оны алмай қаласыздар. Сондықтан қазір алып үлгеріңіздер. Төтенше жағдай кезінде интернеттің болмағанына байланысты өтемақы шегінде сізге 5 гигабайт берілді. Сізбен бірге
бизбен бирге болгоңузга рахмет деп телек смс жиберди. Мына сиздер да осылай алсаңыздар болот. Сол достар, сиздерге осуну айтайын дегеним. Сау болуңуздар.